Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен ас үйдегі жайна. Бүгін біз сіздермен кешкі асқа өте дамды кеспе көже дайындайтын боламыз. Бізге ет, пияз, картоп, сәбіз қажет болады. Мен алдымен бұларды кубиктап турап дайындап алған болатынмын. Және қызып тұрған қазанымызға азырақ май құйып, майымыз қызығасын, үстіне етті салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Кішкене қуырып алғасын, үстіне пиязды салып, тақты жақсылап қуырып аламыз. Пияз кішкене сарғыш түске енгеннен кейін үстінен томат қосатын боламыз. Міне сарғыш түске енді үстінен 1 шай қасық томат қосамын. Жақсылап араластырып аламыз. Кішкене араластырғасын, үстінен сәбізді салып араластырамыз. Кішкене ғана, көп уақыт емес, аз уақыт қуырып сәбізді, үстінен картопты салатын боламыз. Осылай араластырып аламыз. Үстінен дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Менде бұл жерде паприка, лавровый лист және аджика универсальная приправа болды. Жақсылап араластырып демдейтін боламыз. Мұнда кішкене қисық түсіріліп қалған болатын. Үстінен су құйып, бетін жауып, қайнатып алатын боламыз. Осылай міне қайнап шықты. Менде где-то жарты сағаттай қайнап тұрды. Үстінен мен осылай дүкеннің дайын кеспесін салдым. Сіздер үй жағдайында өздеріңіз елеп қосуларыңызға да болады. Біздің үйдегілер қатты сұйық ұнатпағандықтан мен кішкене қоюлау қылып жасадым. Мен бұл кеспені шамамен 5-7 минут қайнатып пісіріп алдым. Міне осындай қою болды. Осымен менің кешкі асым дайын. Кішкене кефирмен осылай араластырып ішсеңіздер өте дәмді болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.